Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ашытуды қажет етпейтін пирожки дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен бөлме температурасындағы жылы суға қантымызды, тұзымызды саламыз. Оның үстінен ашытқымызды салып, жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін ұнымыздың жартысын бір ыдысқа салып, үстінен осы сұйықтығымызды құйып араластырып аламыз. Ұндарыңыз міндетті түрде еленген, бөлме температурасында болсын. Қамырымызды араластырып жатып сұйық майымызды құямыз. Және де осы жерде қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ыстық су құйғаннан ашытқаны пісіп кетеді деп қорықпаймыз. Ыстық суды құя салысымен ұнды саламыз бірден. Қасықпен тез араластырып, артынша қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады. Енді осыны бірден домалақ көшелерге бөлеміз. Ол үшін дастарханымызға ұн сеуіп алып, қамырымызды ұзынша қылып соза бастаймыз. Және 12-15 бөлікке бөлетін боламыз. Енді әр күлшені қолмен немесе оқтаудың көмегімен жайып, пирожки жасаймыз. Мен сияқты қолмен жайсаңыздар да болады, өйткені қамыры жұмсақ болады. Салмасымен де қарапайым тұз бұрыш қосылған картоп пюресі. Салманы көп салудан қорықпаңыздар, молырақ сала берсеңіздер болады. Салмасын салып, қамырдың екі жағын біріктіріп, жабыстырып, орамалдың үстіне жабыстырған жағын төмен қаратып қойып қоямыз. Майымыз қызғанша бетін орамалмен жаба тұрамыз. Майымызды орташа отта қыздырып, пирожкиларымызды екі жағынан қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей пирожкиларымыз дайын. Өте жылдам дайын болады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.